сыртқа шыққандарында оларды бірнеше адам күтіп тұр екен. Оларды бір бөлмеге қамап, өздері азық-түлік іздеуге шығады. Сөйтсе бұл үйде дым да қалмапты. Симона олардан өздерін бұл жерде қалдырмауын сұрайды. Басқа да бункерлердің қайда орналасқанын көрсететін планшетті сындырып тастайды. Қыз барлығын білетін жалғыз адам болғандықтан, оларды өзімен ертуге мәжбүр болады. Мартин атты жігіт оларға адамдардың көп бөлігі өліп, қалғандары жынданып кетті дейді. Бізді қайтадан осы оқиғаның басына келеді. Мартин әскери адам болған екен, ол ауырған адамды өлтірмек болады. Бірақ та жігіт баласы бар қызды ата алмағандықтан жанындағы барлық әскерилер қайтыс болады. Бірнеше уақыттан соң бір жігіттермен танысып, олармен бірге бір топ құрады. Ал осы уақытта олар қауіпсіз жерге бара жатыр. Расмус далаға шыққанына қуанумен болады. Бір кезде жолда бір машина көрінеді. Олар мықты қаруланған екен. Олардың басты мақсаты азық-түлік табу. Бұл жерден аман-есен шығып бір жерге келеді. Олар осы жерде түнеп шығуға шешім қабылдайды. Ал Расмус болса жаңа етік тауып алады. Кешкісін жігіт ұйықтай алмай кішкене жүріп қайтқысы келеді. Ол Беатрис деген қыздың біреумен білгенін істеп жатқанын көреді. Ертесіне олар қайта жолға шығады. Расмус байқамай уланған суды басып кетеді. Бірақ та жаңа етіктің арқасында су оның денесіне тимеген екен. Ақыры бункерді тауып келіп, сонда кіреді. Бұл жерде азық-түлік толып жатыр екен. Олар қолдарына түскен затты ішіп жеумен болады. Симона бір телефонды тауып алып, әкесінің қолданғанын байқайды. Оның ішінде бір видео бар екен. Ол жерде бастығы оған басты ғимаратқа келуін сұрапты. Себебі тек Фред қана әлемді құтқара алатын көрінеді.